Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі семинарға қош келдіңіздер. Вебинарды бастамас бұрын өзімді таныстырып өтейін. Сагиева Эльмира Мухаммед-Каримовна, Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, нөмір 71-ші мектеп-лицейдің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Ал құрметті әріптестер, авторлық бағдарлама 2013 жылы Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігінің бекітілген таңдау курстары, қолданбалы курстар, үйірмелер және факультатив сабақтарға арналған нөмір 115-ші бұйрығы негізінде мемлекеттік стандартқа сай білім беретін пәндерге қосымша ретінде жүреді. Авторлық бағдарлама арнайы бекітілген талаптарға сай, арнайы құжаттар тізімі бар өзіндік жүйесі болуы керек. Көп жылғы еңбек өтілі бар тәжірибелі мұғалімдерге өз тәжірибесін таратуға, жемісін берген тиімді методикалар, әдіс тәсілдері болса, кітапша ретінде бастырып, бөлісуге мүмкіндік береді. Методикалық іс тәжірибесіне түсініктеме бере отырып, арнайы көрнекті құралдар мен оқушы жұмыстарын негізге ала отырып, оңтайлы және қиындық тудыратын тұстарымен бөлісуге мүмкіндік береді. Авторлық бағдарлама мемлекеттік бекіткен стандарт негізін қамтуы қажет. Оқушы деңгейі мен оқу стандартында бекіткен мақсатты негізге алу керек. Авторлық бағдарламаның құрылымы түсінік хат, әдістемелік нұсқау курс мазмұны, күнтізбелік тақырыптық жоспары, әдебиеттер тізімінен тұрады. Авторлық бағдарламаның тақырыбы сұрақтар арқылы қазақ тілін үйрену. Оқыту орыс тілінде жүргізілетін мектептердің 7-ші сынып білім алушыларына арналған. Неге мен 7-ші сыныпты таңдадым? Неге мен бастауыш сыныпты болмаса 5-ші, 6-шы, 9-шы, 11-ші сыныптарды таңдамадым? Себебі біздің мектебімізде 7-ші сыныптарда аптасына 1 сағат қосымша қазақ тілі жүргізіледі. Сол себепті мен 7-ші сыныптарға авторлық бағдарлама жазуды жөн көрдім. Сөйлеу әрекеттерінің тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылымның бастапқы және негізгі құраушы материалдары тілдік лексика екенін біз барлығымыз білеміз. Сұрақтар арқылы қазақ тілін үйрену элективті курс бағдарламасы қазақ тілін үйренудің А1 деңгейінің материалдарын қамтиды. Бағдарлама мазмұны шетел тілдерін меңгерудің жалпы еуропалық құзыреттіліктері жобасына және Қазақстан Республикасының Білім мен Ғылым Министрлігінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі нөмір 115-ші бұйрығымен бекітілген қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен үлгілік оқылу бағдарламасына сай құрылды. Сұрақтар арқылы қазақ тілін үйрену курсы 7-ші сынып білім алушыларына, сондай-ақ А1 деңгейін меңгеремін деушілерге арналған. Аптасына 1 сағат, жыл бойы 34 сағатта білім алушылар қазақ тілін төл дыбыстарының артикуляциясынан бастап, жіктік, тәуелдік, септік, көптік жалғауларының сөздерге жалғану тәртібін, сөйлем ішіндегі сөздердің орын тәртібін, зат есімдердің, сын есімдердің, сан есімдердің, есімдіктердің, етістіктердің, үстеулердің, көмекші есімдер мен модаль сөздердің қолданысын күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттар аясында меңгереді. Яғни білім курс барысында лингвистикалық терминдер қолданылмай, үлгі, клише, формула түрінде ұсынылады. Курстың өзектілігі. Оқыту орыс тілінде жүргізілетін мектептердің 7-ші сыныптарында білімді қабылдау жылдамдығы, тілді меңгеру ептілігі, қызығушылығы әртүрлі білім алушылар отыр. Олардың бірнешеуі жаратылыстану бағытындағы пәндерге бейім болса, ал енді бірі гуманитарлық бағыттағы пәндерді тез меңгереді. Қазақ тілін үйренуде білім алушылардың көпшілігі А2 деңгейін толық меңгеруде қиындықтарға тап болып жатады.
Бұл дегенің А1 деңгейін игеру барысында жіберілген олқылықтардың әсері екені анық. Сұрақтар арқылы қазақ тілін үйрену курсы арқылы білім алушылар А1 деңгейіне қатысты білімін бекітуге мүмкіндік алады. Курстың мақсаты: білім алушылардың күнделікті өмірдегі жағдаяттарға сәйкес сөйлеу, ауызша, жазбаша тілін дамыту, қоғамдық орындарда қазақ тілінде коммуникативті қарым-қатынасқа түсе алуға машықтандыру, белсенді сөздік қорын байыту. Курстың міндеттері: белгілі лексикалық тақырыптарға қатысты сөздерді жүйелеп ұсыну, білім алушының белсенді сөздік қорын қалыптастыру, сөздер мен сөз тіркестерін пайдалануда сөйлем ішіндегі сөздердің орын тәртібін, сөздердің тіркесімдік қабілеттерін түсіндіру, сұрау есімдіктері қосымшалардың жалғану тәртібін таныстыру, күнделікті өмірде болатын жағдаяттарды тақырыптарға сәйкес іріктеу, жағдаяттарға сәйкес тілдесім, монолог үлгілерін ұсыну, қосымшалардың сөздерге жалғану тәртібін түсіндіру, лексикалық бірліктерді дұрыс пайдаланып, монолог, диалог құрастыруға машықтандыру. Қажеттіліктеріне қарай тілді қолдануды автоматтандыру, яғни түрлі жағдаяттарда тілдік білімін еркін қолдана алуға дағдыландыру. Білім алушы әр сабақта, яғни күтілетін нәтижесі, тақырыпқа қатысты жаңа лексикамен танысады, олардың қолданысын меңгеруге арналған жаттығуларды орындайды, сипаттау, әңгімелеу мәтіндерін құрап айтады, жазады, белгілі бір жағдаяттарға сәйкес диалогтерге қатысады, сұрақ қойып үйренеді білім алушылар, өзіне қойған сұрақтарды түсініп, жауап беруге машықтанады. Әрбір білім алушы. Енді әріптестер, мазмұндық бөліміне кеп тоқтасақ, менің авторлық бағдарламам жаңағы аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағатты құрайды, 3 бөлімнен тұрады. Кіріспе, яғни барлығы 3 сағат берілген кіріспе бөліміне, оның 1 сағаты дәріс, 2 сағаты тәжірибе. Негізгі бөлімге 30 сағат берілген, оның 5 сағаты дәріс, 25 сағаты тәжірибеге берілген. Қорытынды бөлімде 1 сағат берілген, яғни оған өткен тақырыптар бойынша жылдың соңында бақылау жұмысын жазады білім алушылар. Енді нормативтік бөлімге кеп тоқтасақ, күнтізбелік тақырыптық жоспары құрылған осы бағдарламамның, және әр сағатқа 34 сағатына қымжы жасалынған, одан кейін әр сабаққа арналған жаттығу жұмыстары бар, тапсырмалар. Жүйелі жүргізілген сабақтар білім алушыларға қазақ тілінің А1 деңгейінде қолдануға мүмкіндік береді. Нәтижесінде курсты аяқтаған білім алушы белгілі бір затты, жағдаятты, адамды құбылысты 5-6 сөйлеммен сипаттайды. Өзіне қойылған сұраққа толық әрі нақты жауап береді. Қажет болған жағдайда сұрақтарды қалай қою керегін біледі. Сұрақтар қойып, жауаптарды қабылдайды. Белгілі бір тақырыпқа қатысты диалогке қатысады. Иллюстрация, бейнебаян, тағы да сондай қосымша ақпарат көздерінен алған мәліметтер негізінде шағын әңгімелеу мәтінін құрастырады. Сипаттау, әңгімелеу мәтіндерін құрастыру барысында абзацтарды, орфографиялық, пунктуациялық ережелерді сақтайды. Бір затты құбылысты қалайтын, қаламайтынын айтады. Сөздік қорын байытады және төл дыбыстарды дұрыс дыбыстайды. Құрылымын сақтай отырып, ұсынылған тақырыпқа сай сипаттау, әңгімелеу мәтіндерін құрастырады. Күнделікті тұрмыста, әлеуметтік ортада коммуникативтік қарым-қатынасқа түсе алады. Білім алушылар 1 жылдық алған білімдерінің нәтижесінде. Мына жерде менің осы авторлық бағдарламама пайдаланған әдебиеттер тізімін көрсетіп өттім, яғни педагогтер үшін және білім алушылар үшін. Қорытындылай келе айтарым, жалпы қай пән болсын, қай сабақ болмасын,
әр білім алушы алған білімдерін өмірде әртүрлі жағдаяттарда қолдана алуы біз үшін, яғни ұстаздар үшін бұл маңызды. Осы нәтижеге қол жеткізу әр ұстаздың, яғни біздің басты мақсатымыз. Осы жолда әрбір ұстаз аянбай еңбек етуде. Қоғамның қажеттілігі болғаннан соң, заманның талабы болғаннан соң, мен осы тақырыпты оқушыға қызықты болады деп, сұранысқа ие болады деген мақсатпен бағдарламаны жүзеге асырдым. Осымен, әріптестер, менің бүгінгі вебинарым соңына таяп қалды. Сұрақтарыңыз болса, мархабат, қоюларыңызға болады. Осы Zoom платформасында чат бар. Соған өз пікірлеріңізді білдірулеріңізге болады. Болмаса, кері байланыстарыңызды қалдырып кетулеріңізге болады жазып. Әріптестер, сұрақтарыңыз болса? Уақыт бөліп, вебинарыма қатысқандарың үшін көп рахмет айтам сіздерге. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге сәттілік тілеймін. Онда бүгінгі вебинарымды аяқтаймын. Қош сау болыңыздар.